Сіздермен құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен, нейрохирург, медицина магистры Мыңжылқы Бердіқожаев. Сарымсақты көптеп жеу қажет, залалсыздандыру құралдарын тіпті ішуге болады. Бұл коронавирус жайындағы әлеуметтік желі арқылы таралып жатқан фейк, яғни жалған ақпараттардың бірі ғана. Ғаламторға кірсең болғаны, коронавирустан ем ұсынған ақылдылар өте көп. Олар халық емінен бастап медициналық ем түрлерін жария етіп, онсыз да дүрліккен халықтың санасын улауда. Күннен күнге вирус жұқтырған науқастардың саны артып келеді. Елдің есі шығып, жақындары ауырғанда барып шынайы сене бастауда. Вирустың әлі нақты емі табылмағандықтан қолдау терапиясы ғана жасалып келеді. Осыны естен шығармаған абзал. Алайда шарасыз күйге түскен жандарды дүрліктіру мақсатында миға қонымсыз жалған ақпарат тарататындар көбейіп кетті. Олар вирустың алдын алу немесе ем-дом жасаудың түрлі тәсілін айтып халықты шатастыруда. Меніңше, олар алдымен ойлануы тиіс. Үлкен жауапкершілікті өз мойнына ала отырып, шарасыз күйде отырған халықты алдауы дұрыс емес. Құрметті қазақстандықтар, бір-бірімізге түсіністікпен қарап, WhatsApp, Instagram желілері арқылы сенімсіз, күмәнді ақпараттарды таратқанды доғарайық. Ғаламторда таратылған ақпараттың барлығы заңды емес, нақты емес. Оны сіздерге дәлелді етіп, жеткізіп көрейін. Біріншіден, ақпаратты жария етіп отырған адамның медициналық арнайы білімі бар ма, жоқ па екен? Ол жағын білмейсіз. Көрінген адамның жазған ұсыныстарын өз денсаулығыңызға қолдану арқылы басыңызды қатерге тігетініңіз ұмытпағаныңыз жөн. Екіншіден, дәл сіздің денсаулығыңызға лимон немесе сірке қышқылы аллергия тудыруы мүмкін. Ол жағын ескергеніңіз дұрыс. Үшіншіден, ыстық суға бетті булау, сода қосылған сумен тыныстану сынды ғаламтордағы кеңестер гайморит, ауыз, мұрын қуысындағы қатерлі ісік аурулары бар науқастарға мүлде болмайды. Кез келген емдік шарасы медицинада әрбір науқасқа жеке денсаулығына лайықты етіп тағайындалатынын ұмытпағандарыңыз жөн. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері ұсынған ақпараттарға сәйкес қазіргі уақытта IT компанияларының жұмысын ерекше жүйеге көшіріп, күшейту қажет. Коронавирусқа қатысты фейк ақпараттар сүзгіден өтіп, халықты шатастырмауға керек. Сондықтан тек қана ресми ақпараттарға сеніңіздер. Қайталап айтамын, кез келген ақпаратты тек қана ресми органдардың сайты арқылы тексеріп алған жөн. Коронавирустың қаупі қандай? Қалыпты жағдайда COVID-19 жұқпасынан кейін асқыну қаупі жоқ. Бұл вирус 65 жастан асқан адамдарға, 5 жасқа дейінгі балаларға, жүкті әйелдерге, иммунитеті әлсіз не жүрек, өкпе, бүйректің созылмалы аурулары бар адамдарға қауіп туғызу ықтимал. Сырқат кей науқастарда ауыр түрде өтіп, пневмония мен тыныс алудың қиындауына әкелуі мүмкін. Сирек жағдайда вирус өлімге әкелуі мүмкін. COVID-19 симптомдары коронавирус кәдімгі тұмау тәрізді болғандықтан, оның алғашқы белгілерін көп адам байқай бермейді. Дегенмен, дәрігерлер келесі симптомдар білінсе, бірден дабыл қағуға кеңес береді. Дене қызуының көтерілуі, жоғарғы температура, құрғақ қатты жөтел, бастың ауруы, кеуде тұсының ауруы, ентікпе және тыныс алудың бұзылуы, жүрек қағысының жиілеуі, пневмония, жоғарғы температура, мұрынның бітеуі, фарингит, диарея. Осындай симптомдарды байқасаңыз, емханаға немесе 103 нөміріне хабарласып, 1406 ақпараттық телефонына хабар шалсаңыз болады. Бірден медициналық мекемеге хабар беріңіз. Әсіресе вирус тараған елдерден сапарлап келген болсаңыз, міндетті түрде тексерілген жөн. Коронавирус қалай жұғады? Коронавирус респираторлық жолмен жұғады. Сондықтан коронавирусқа шалдыққан адамнан 1 метрден аса қашықтықта жүру маңызды. Сіздермен бірге болған мен, Мыңжылқы Бердіқожаев. Денсаулықтарыңыз зор болсын.